көз сөзінде иненің көзі, істің көзі, айнаның көзі, бүркіт сөзінің өзі қайта метафоралық ұсулда айтылуы, таудан ұшқан бүркіт болдым дейді Бердақ бабамыз. Ямаса уәдесінде табан тіреп тұруға жаңа жылдың жаңа беккен белі бар. Яғни бел адамдағы тірек есабында, адамда бел бұл күшлі тірек есабында, мысалы жаңа жылда бел бар дейді, яғни күшлі болып келіп атырыпты деген мәнісінде, сол адамның белі сөзін сол ұсатып екінші мәртебе айтып атырыпты. Метафорада ұсас деген сөзді естіңізде сақлап қалсаңыз болады. Ұсаслық тикарында қайта аталып атырыпты деу арқылы метафораны табуға болады. Метафораны егерде көркем суреттеу құралдарында іздеп отырған уақытыңызда жаңағы эпитетті, алдыңғы сабақтарда эпитетті айттым. Эпитетті қалай анықтауыш, қандай деген сұрауға жауап беру керек, қандай дегенде образлы, қандай, мысалы теңеуде болса, бұл да ұсаслық тикарында, бірақ дайдетайте секілді болады деп айтып едім. Енді метафорада болса, сол ұсаслық деген сөзді еслеп қалсаңыз, ядылап қалсаңыз, ұсаслық тикарында сол атамамен екінші атама қайта аталады. Мен бұл сөзімді әртүрлі мысалдар арқылы сілерге дәлелеп беремін. Мысалы, жіпек, самал сипалап жүзіңді. Енді бұл жерде мысалда, метафора мысалда жіпек дегенде не келіп тұрыпты. Мысал берген сабақлықта, кейін күзде диханның ісі шөжелейді. Шөжелеу деген кішкене болып, көп болып, оны тауықтың шөжелері бірінші тура мәнісінде, тикар мәнісінде, тауықтың шөжелерін кішкене жан жаққа шашып, ұсылап та болмайды, соншелі дәрежеде әр жаққа кетеді, оны шөжелерді басқарып болмайды. Тек ол, мысалы, анасына еру арқылы өзі солай басқарылады. Мысалы, сонында диханның ісінің көбеюін, яғни бұл жерде шөжелейді деп келтірген. Ұсаслық тикарда қайта атаған, ешқандай қосымта жоқ бұл жерде. Және гәптің аяғы маған бар тақалды. Көп мәнілі сөзде аяқ, бас сөз, бел сөзлерін келтіріп едік. Гәптің аяғы. Демек, соңғы мәнісінде ұсаслық тикарында қайта атап отырыпты. Мен сізлерге ұрамның аузын ашып қойғаным жоқ. Бұл жерде ұраның аузы. Демек, тикарғы мәнісінен метафоралық ұсыл арқылы қайта аталып атыр. Жер құшағы міслі жұпар аңқиды. Бұл жерде құшақ метафоралық ұсылда қайта аталып атыр. Сөз маржанын теріп алып кітаптан. Демек, сөз маржан сөзі. Қайта аталып метафора болып отырыпты. Өтті әсірлер қуып арбасын беруіне туылған жерде. Демек, арбасын қуып деген жерде бұл сөздімізде да, бұл мысалда да қуып арбасын дейді. Яғни, белгілі бір дәуірде арба жүзді тез жүретұғын не болған. Бірақ зорға ілер еді қарағанда көз ағымы. Метафоралық ұсылда, және көз ілер еді деген сөзді де келтірсек болады. Жете алмай самалар жылар. Жете алмай самалар жылар. Бұл мысалда келтірілген. Бұны жанландыруға да кіргізіп жіберсе болады екен. Бірақ жанландыру екеуін бірге алмайтұғын шығар. Хасыл далам өз кеулімдей шалқиды. Хасыл далам өз кеулімдей шалқиды. Бұны теңеуге кіргітеміз. Өмір шат болмаса боларлар көмір. Көмір қара болады. Сол үшін бұны қайта атап метафора етіп қойыпты. Таулар тік аяқтан басып, жол бойында қатарласып. Тік аяқтан басып метафораға кіртіп қойыпты. Мен метафоралардың жасалу ұсылларын көріп шықсақ. Метафоралар ұқсас ұсылатылатығын предметлер қатар тұрып бір-біріне ұсатылады. Мысалы, қызлар гүл, жігітлер бүлбүл. Яғни қызларды гүлге, жігітлер бүлбүлге ұсатып атыр. Екеуі қатар тұрып ұсатылуы. Мен бүлбүл, сен гүл, пақта намыс, пақта ар, байлар қасқыр, түлкі, қалық қоян екен. Біреулері ай, бірі күн. Және бір түрі. Бетлік жалғауларының қосымталарын қабыл еткен айрым бетлік емес атлықлар. Бетлік емес атлық, бетлік атлық хақында хабарыңыз бар, я? Бетлік атлық дегеніміз ол өзі айталады. Мен, бүлбүл мен деп айталады. Бұл бетлік атлық. Яғни бетлік атлық өзінің бетін айталады. Ал бетлік емес атлықлар дегеніміз бүлбүл, хақиқи бүлбүл, мен бүлбүл мен деп айталмайды.
атлыкларды бетлік һәм бетлік емеске солай айырсақ болады. Яғни бетлік емес атлыкларды бетлік ету дегеніміз бұл метафоралық ұсыл. Егерде бетлік емес атлыкларды сондай мысалдарды ұшыратсаңыз, бұны метафоралық ұсыл дейміз. Мен бір бүркітпен шайырлықта алғыр. Яғни бұл жерде де бүркіт негізінен бетлік емес атлық, бұл жерде бетлік атлық болып, өзін бүркітке ұсатып тұр. Бұл метафоралық ұсыл. Бүлбілмен сайрауға бағым болмады деген мысалда да сол бүлбілге ұсатып тұрыпты. Бұл жерде теңеп тұрған жоқ. Егер теңеу болғанда бүлбілдей болады ғой. Бұл жерде бүлбілмен бетлік қосымтасы қосылса, бұл метафоралық ұсыл болады. Кейінгісі метафораға өткен болдым, едім, едің, едік, еді, екен, емес, дүр. Бұларда да сөздер тізбектесіп келу арқылы да метафора жасалады. Тау едім, тас болдым. Бұл жерде тау едім да, тас болдым да аламыз. Және екеуі де метафоралық ұсылменен таудан ұшқан бүркіт болдым. Бұл жерде болдым сөзі арқылы метафора жасалып тұрыпты. Біз байлаулы ғаз едік. Едік сөзі арқылы метафора жасалып тұрыпты. Метафора менен теңеуді айыруға бір мысал келтірсек. Мысалы, ол арслан жігіт. Бұл қайсысы болады? Метафора ма, теңеу ма? Ол арслан жігіт. Арслан сөзі солайына алынған. Солайына ұқсатылып қайта аталып тұрыпты. Ол метафора болады. Егерде ол арсландай жігіт десе, дайдай қосымтасы бар, демек бұл теңеу болады. Теңеуді солай айырасылар. Теңеудің екеуінің қағидасында ұсаслық деген сөз бар. Метафорада ұсаслық бір сөз солайына алынады, екінші бір сөзді қайта аталады. Бұл метафора болады. Ал теңеуде болса, жаңа айтқандай, қайттан айтаман, дайдай тайти, һәм де көмек сөздер арқылы жасалады екен.